Егер киелі кітап замандағы Иерусалим қаласына қайтып бара алсаңыз, онда сіз көретін ең үлкен ғимарат киелі үй болар еді. Осы әдемі ғимаратты Дәуіт патша жобалап, Сүлеймен патша тұрғызған. Олар оны әлемді жаратқан Құдай иенің мекені деп сенген. Тоқтай тұр, мен Құдай иенің мекені көкте деп ойладым. Иә, осы жер бетіндегі киелі үй Құдайдың көктегі мекенімен қабаттасатын орын. Киелі үй Құдай ие мекен деп бүкіл жаратылысқа патша ретінде билік жүргізетін жер. Бұл тамаша, бірақ киелі үйді салған Сүлейменнің өзі осы ғимарат бүкіл әлемді жаратқан Құдай иені сыйғыза алмайды деп сенген. Солай емес пе? Иә, бұл ғимарат жай ғана белгі болды. Ол бүкіл жаратылыстың Құдайдың киелі үй екеніне меңзеді. Бұл жаратылыстың басталуының бірінші тарауындағы басты тәлім. Осы тарау киелі кітаптың алғашқы беттерінде орналасқан. Солай ма? Онда жаратылыс Құдай иенің киелі үй деп жазылған ба? Мұны нақты жазудың қажеті болмады. Себебі ол бүкіл сипаттамадан анық көрінеді. Жаратылыстың басталуының бірінші тарау бойынша Құдай ие 6 күн ішінде айтқан бұйрықтарымен қараңғы да бос ғаламда ретті дүниені жаратты. Сосын 7-ші күні Құдай барлық жарату жұмысын бітірген соң демалып билік жүргізді. Ал жаратылыс оның нұрлы салтанатына толды. Сол сияқты киелі шатыр мен киелі үйде 6 күн ішінде берілген 6 бұйрық бойынша тұрғызылып Құдайға бағышталды. Содан кейін діни қызметкер немесе патша Құдайдың алдында демалып билік жүргізуге мүмкіндік алды. Демек, жаратқан ие бүкіл жаратылысты мекендегісі келеді. Жаратылыс оның киелі үй іспетті. Иә, дәл солай. Енді жаратылыстың басталуы екінші тарауға қарайық. Онда жаратылыстың басқа сипаттамасы берілген. Бұл тарауда назар жер бетіне аударылған. Жер бетінің ортасында Эдем, яғни рахат деп аталған аймақ бар. Құдай тағала рахаттың ортасында өзі мен адамдар бірге тұратын бақ орнатты. Міне сондықтан киелі үй баққа ұқсап, алтын мен гүл бейнелерімен әшекейленген. Минора деп аталған 7 шырақты шам қойғыш, мәңгілік өмір сыйлайтын ағаштың бейнесі. Киелі үй Құдай ие өз халқымен бірге тұратын жер. Иә, түсінікті. Мынағанда назар аударшы. Израильдік діни қызметкерлер мен леуліктер киелі үйде Құдайдың алдында жұмыс істеп, оны сақтау керек болды. Эдем бағында адамдарға тапсырылған міндеттер дәл осындай болған. Ендеше, сол адамдар алғашқы діни қызметкерлер болды ғой. Бірақ олар Құдаймен бірге емес, өз бетімен билік жүргізгілері келді. Сондықтан олар бақтан, яғни алғашқы киелі үйден қуылды. Сондай-ақ Адам мен Хауа сияқты Израильдің басшылары да өз бетімен билік жүргізгілері келді. Соның салдарынан олар да елдерінен қуылды. Киелі үй талқандалды. Сондықтан олар жаратқан ие Израильден бір жола бас тартты ма деп уайымдады. Онда Құдай ие бәрін жаңадан жарата ма? Киелі кітаптағы пайғамбарлар бір күні Құдай жаңа киелі үй жасайды деп күткен. Онда жаңа діни қызметкерлер қызмет етеді. Сол кезде Құдайдың нұрлы салтанаты бүкіл жаратылысты толтырады. Израильдіктер Бабылдағы құлдықтан өз еліне қайтып келген соң киелі үйді қайта тұрғызды. Бірақ бұл киелі үй пайғамбарлар күткендей болмады. Қайта кейінгі замандағы Израильдік пайғамбарлар бұл киелі үйдің әбден бүлінгендігін айтқан. Сондықтан олар әлі де мінсіз киелі үйді күтумен болды. Соңында Мәсіх Иса келді. Мәсіх өзі арқылы Құдай иенің осы дүниеге келіп, өз билігін жаңа жолмен орнатып жатқанын айтты. Мәсіх өзін жаңа діни қызметкер ретінде де көрсетті. Бірақ Мәсіх Иса діни қызметкер болып, киелі үйде қызмет еткен жоқ қой. Иә, солай. Мәсіх Иса өзінің өмірі, өлімі және қайта тірілуі арқылы Құдайдың өзінің тыныштығы мен билігінің осы дүниеде орнап жатқанын айтты. Мәсіх өзінің шынайы киелі үй екенін және бұл жаңа киелі үйдің кеңейіп, бүкіл жаратылысты қамтитыны туралы да мәлімдеді. Бұл шынымен батыл мәлімдеме. Мәсіх бұдан да батыл мәлімдеме жасады. Ол қайта тірілгеннен кейін мынаны айтты. Құдайдың салтанатты ұлылығы оның шәкірттерінің бойында және олардың арасында мекендеп, олар оның шағын киелі үйлеріне айналады. Бұлар Құдай демалып, билік жүргізетін адамдардың қауымдары. Иә, дәл солай. Бұл киелі кітаптағы қауым туралы көзқарас. Ол киелі үй ретінде сипатталған. Қауым дегеніміз ғимарат емес, адамдар. Иә, Петр елші осы жайлы былай деп жазған. Сендер рухани үйге қаланған тірі тастар сияқтысыңдар. Сонымен, осы ұлы әңгіменің соңында жаңа нақты киелі үй салына ма? Дәл сондай болмайды. Киелі кітаптан жаңартылған бүкіл әлемдік киелі үйді көреміз. Ол жаратылыстың басталуының бірінші тарауындағы киелі үйге ұқсайды. Бұл жаңа жаратылыс киелі үй ғимаратын қажет етпейді. Өйткені Мәсіх арқылы барлық жаратылыс енді Құдай ие өз халқымен бірге демалып, әлемге билік жүргізетін орын болады.